Өзіңізді елестетіңіз. Әр бір демді алу қиынға соғатын сәтті. Кеуде қышуысыңызда ауырлық сезімі қалыптасқандай, бұл мазасыз тұйық кашель ұйықтатпайды. Ал шырыш іште ком сияқты жиналып, қалай да болса шыққысы келмей тұр. Сізге бұл әлсіздік сезімі таныс па? Дәстүрлі сироптар мен дәрілер тек уақытша симптомды басып қана қояды. Бірақ мәселе қайтадан қайтып келеді. Бүгін біз адам даналығының жолын таңдаймыз. Ол жай ғана адамдарды емдемеген. Ол ғарышқа аттанып бара жатқан адамдардың денсаулығына жауапты болған. Профессор Иван Павлович Неумывакин. Бұл аңызға айналған дәрігер әрдайым айтып отырған. Организмде қажетсіз ештеңе жоқ. Ал ауру, оны химиямен жою керек жау емес, ол біздің ішкі тазалау жүйемізде ақау бар екенін білдіретін сигнал. Ол біздің өкпеміз батпаққа айналмай тұрып, оны құрғату үшін қымбат шетелдік дәрілер қажет емес дейді. Барлық нәрсе күшті тазалау үшін. Мүмкін сіздің ас үйіңізде қазірдің өзінде бар. Бірақ құпия ингредиенттерде емес, олардың дұрыс үйлесімінде. Ең маңыздысы біздің организміміз қалай жұмыс істейтінін түсіну. Бұл видеода біз профессордың ұмытылған рецептісін ашамыз. Ол бір ғана түнде тыныс алу жолдарын толық тазалау процесін бастауға мүмкіндік береді. Біз қарапайым емдеудің ауруды неге тереңірек қазып, өткір бронхитті созылмалыға айналдыратынын талдаймыз. Және қарапайым сода немесе перекисті дұрыс қолданғанда, күшті антибиотиктерге мүмкін емес нәрсені жасай алатынын көрсетеміз. Сіз өз өкпеңізге артық нәрсені шығарып, еркін дем алып, күш-қуатты сезінуді қалайсыз ба? Видео соңына дейін көріңіз. Өйткені бұл ақпарат сіздің тұмау мен вирустарға қарсы емдеуге деген көзқарасыңызды мәңгі өзгертеді. Достар, рецепттерге өтпес бұрын бір маңызды сұраққа жауап беріңіз. Сізді тезірек сауығуға не көмектеседі? Дәстүрлі халықтық құралдар мен шөптер ме, әлде дәріханалық препараттар ма? Түсініктеме бөлімінде бір сөзбен жазыңыз. Табиғат немесе дәріхана. Және дәл қазір видеоны лайк басыңыз. Бұл бізге денсаулық тақырыбы сіз үшін шын мәнінде маңызды екенін көрсетеді. Және біз осындай видеоларды көбірек жасаймыз. Профессордың әдісінің қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін бір қарапайым, бірақ революциялық шындықты қабылдау керек. Иван Павлович өз науқастарына жүздеген рет қайталап айтып отыратын. Аурулар деген жоқ. Тек организмнің терең зашлақталған күйі ғана бар. Біз өкпені жай ғана ауаға арналған қапшықтар деп ойлаймыз. Олар кенеттен еш себепсіз вирустың шабуылына ұшырайды деп есептейміз. Бірақ профессор мүлде басқа көзқараста болды. Қиын тазалау жүйесін елестетіп көріңіз. Үлкен ғимаратта. Егер астыңғы қабаттағы кәріздер бөгелсе, лас заттар жоғарғы қабаттарға көтеріледі. Біздің ағзамыз дәл солай жұмыс істейді. Өкпелер токсиндерді шығару жолдарының бірі. Апаттық клапан сияқты. Қосымша тазартушы органдарымыз ішек, бауыр және бүйрек жұмыстарын орындап жатқанда, ағза В жоспарын іске қосады. Ол токсиндер мен ыдыраған өнімдерді тыныс алу жүйесі арқылы сыртқа шығара бастайды. Сондықтан қазіргі уақытта сізді мазалап тұрған балқытылған сұйықтық, бұл жабысып қалған жағымсыз секреция, бұл жай ғана шырыш емес. Бұл өлі лейкоциттер мен вирустардың, сондай-ақ ең маңыздысы, дұрыс қорытуға алынбаған тамақ қалдықтары мен токсиндердің қабірі. Профессор Неумывакин әрқашан ішек пен өкпенің тығыз байланысын атап өткен. Ол, егер сіздің ішегіңіз лас болса, егер сіз запордан немесе ұйытқылардан зардап шегетін болсаңыз, сіздің өкпеңіз ешқашан таза болмайды, деп айтатын. Төменде тұрған шырыш жоғарыдағы шырышты тудырады. Оның философиясының екінші негізгі элементі қышқылдық сілтілік баланс. Химия сабақтарын немесе үйде байқағандарыңызды еске түсіріңіз. Қышқыл ортада барлық шіріту және ашыту процестері әлде қайда тез жүреді. Қазіргі заманға адам өзінің тамақтануымен және өмір салтымен үнемі өзін қышқылдандырып отырады. Біз көп қант, ұн, ет жейміз, тәтті газды сусындарды ішеміз. Бұндай ортада қанын қою, қара және жабысқақ болады. Ал ағза өз тіндерін қышқыл күйіктен қорғау үшін үлкен мөлшерде шырыш өндіре бастайды. Шырыш бұл қорғаныс реакциясы. Токсиндерден құтылу үшін оларды тыныс алу жолдары арқылы сыртқа шығаруға тырысады. Мұнда біз негізгі қателік жасаймыз. Біз дәріханаға барып, жөтел орталығын бөгейтін дәрілерді сатып аламыз. Біз жөтелді өшіріп, емделіп жатқандай боламыз. Бірақ шын мәнінде біз тек үйдегі қоқысты ішке қысып, есікті бекітеміз.
лас заттар сыртта қалады. Олар қысылады, қоюлайды да жаңа бактериялар үшін мінсіз ортаға айналады. Осылайша жай ғана бронхит, созылмалы астма немесе пневмонияға айналады. Иван Павловичтің тағы бір маңызды айтқан нәрсесі су. Сіздер білесіздер, ауру кезде ішуге деген қалауымыз аз болады. Бірақ су болмаса, біздің шыршымыз желім немесе қатып қалған бетонға ұқсайды. Ешқандай сұйылтқыш шөптер осы бетонды сұйылтпайынша оны шығаруға көмектеспейді. Профессор былай деп айтқан: су бұл алғашқы дәрі. Бірақ шай, компот немесе шырын емес, таза су. Ол қан мен лимфаны сұйылтады. Сонымен, өкпелерді біртінде тазарту үшін, немесе бұл процесті бастау үшін біз үш нәрсені істеуіміз керек. Ағзаның химиясын қышқылдан сілтілікке өзгерту, бұл бетонды бронхлар ішінде сұйылту және ағзаға бәрін сыртқа шығаруына көмектесу. Біз ағзамен күреспейміз. Біз тек шлюздерді ашып, ол өзі барлығын тазалайды. Қазір біз күнделікті тамақ рационымызда өкпелерімізді цементтейтін заттарды талқылаймыз. Біздің салуымызға да, дұрыс өмір сүруімізге де зиян келтіретін осы жасырын дұшпандар әрбір адамның тоңазытқышында бар. Олар ішек шырыштарын бітеп, сіңіруді бұзады және ашту үшін тамаша орта құрады. Ішектегі ашу бұл токсикалық газдар. Олар қанға сіңіп, қайтадан өкпеге өтіп, сыртқа шығуға бағытталады. Ал үшінші мәселе, бұл біз не жейміз емес, қалай жейтіміз. Иван Павлович өте қатаң болатын. Қатты тағамды ішіп, сұйық тағамды шайнау керек деген. Бұл не дегенді білдіреді? Бұл әрбір тістелген нәрсені 30-40 рет шайнау керек дегенді білдіреді. Ол толық сұйыққа айналып, сілекеймен араласып кету үшін. Біз көбіне тамақты жұтып қоямыз, қозғалыста. Жақсы шайналмаған тамақ ас қорыту жүйесінде сіңірілмейді. Ол асқазанда өлі жүк болып жатып, қышқылданады және шіриді. Асқазан созылып, диафрагманы төменнен жоғары қарай қысады. Диафрагма өкпелерді қысымдайды. Олар толық кеңейіп, тазалану үшін ашыламайды. Өкпенің төменгі бөліктері бітеліп қалады. Онда қан айналымы бұзылады да, тоқырау пайда болады. Сондықтан Ньюмовакин бойынша тез сауығудың бірінші ережесі: ауру кезінде біз сүтті, ұнды және тәттіні алып тастаймыз. Біз ағзамызға демалуға мүмкіндік береміз. Біз оны ауыр ас қорыту жұмысымен жүктемей, барлық энергияны тазартуға бағыттаймыз. Ал осыған көмектесу үшін біз арнайы сілтілі ерітінділерді қолданамыз. Олар жиналған лас заттар үшін қуатты еріткіш ретінде әрекет етеді. Қазір дәптер мен қалам алыңыз. Біз ең маңызды практикалық бөлікке өтеміз. Мен сіздерге бір тінде ең көне және қою шырышты сұйылтатын дәл рецептерді айтып беремін. Енді басты практикалық бөлікке өтейік. Мүмкін сізде сұрақ туындаған шығар. Біз тек сүт шырышты түзет деп айттық. Ал қазір біз осы негізде емдік ішімдікті дайындаймыз ба? Мұнда маңызды бір нюанс бар. Күнделікті тағам ретінде суық сүт шынымен де ересек адамды уландырады. Алайда оны содамен, жоғары температурамен бірден түнде ішкенде, ол сілтілік заттарды өкпенің ең терең бөліктеріне жеткізіп, қабынған тамақты жұмсартады. Бірақ егер сізде лактозаға төзбеушілік болса, сүтті таза сумен алмастыра аласыз. Тазарту әсері тамақ содасының негізгі компоненті арқылы жүзеге асады. Ендеше рецептті жазып алыңыз. Профессор оны бронхтар үшін жалпы тазарту деп атаған. Сізге бір стакан сүт немесе су керек. Сұйықтықты жылыту керек, бірақ қайнатуға болмайды. Температура шамамен 50-60 градус болуы керек. Бұл ыстық. Бірақ сіз оны кішкене ішкенде күйіп кетпеуіңіз үшін ішуіңіз керек. Осы ыстық сұйықтыққа ең маңызды ингредиентті, кәдімгі тамақ содасын қосамыз. Егер сіз бұл алғаш рет жасап отырсаңыз, дәл 4-тен 1 шай қасық алыңыз. Егер сіздің ағзаңыз сілтілі тазартулармен таныс болса, дозаны жарты шай қасыққа дейін арттыруға болады. Соданы ыстық сүтке қосқанда жеңіл атқылау реакциясы болады. Бұл сода сөнгеннің белгісі. Сөнбеген соданы суық суға еріткен күйінде ішуге болмайды. Бұл асқазанға зиянды. Бізге тек осы ыстық, белсенді, сілтілі ерітінді қажет. Келесі қадам – жұмсарту. Осы ерітіндіге 1 шай қасық сары май қосамыз. Тағы да жақсысы, егер сізде какао майы табылса, ол өзіндік фантастикалық қасиетке ие болып, жөтел рефлексін басып, өкпелердің тіндерін қалпына келтіреді.
Май қабынған шырышты қабықтарды жауып, қорғаныш қабатын қалыптастырады. Ал соңғы штрих – бал. Бірақ мұқият болыңыздар. Балды қайнаған суға қосуға болмайды. Өйткені ол канцерогенге айналып, барлық пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Балды бір шай қасықты тек қана ішімдік салқындап, ішіп боларлық температураға жеткен кезде ғана қосыңыз. Бұл эликсирді қалай ішу керек? Бұл шараны тек ұйықтар алдында жасау керек. Сіз стаканды кішкене жұтқалармен ішіп, ем жақсысы төсекте жатып ішуіңіз керек. Сіз бірден кеудеде жылудың жайылып кеткенін сезінесіз. Одан кейін бірден көрпе астына жату керек. Түнде не болатынын көрейік. Бір жасаған сілтілі орта, қышқыл және қою шырышпен әрекетке кіріседі. Нейтрализация реакциясы орын алады. Шырыш сұйылып, еру процесін бастайды. Қою гелден сұйықтыққа айналады. Май мен жылу бронхларды кеңейтіп, шырыштың шығуына жол ашады. Бірақ бір ғана ішімдік жеткіліксіз болуы мүмкін, егер шырыш жылдар бойы бронхлардың қабырғаларына жабысып қалған болса. Оған көмектесу үшін физикаға көшуіміз керек. Сондықтан таңертең сіз оянған кезде, немесе тіпті түнде жөтелгіңіз келуі мүмкін. Осы процесті ең тиімді ету үшін арнайы діріл жаттығуын орындау керек. Ол туралы мен дәл қазір айтып беремін. Химия өз жұмысын істеді. Біздің түнгі ішімдік бронхлардағы қою цементті сұйықтыққа айналдырды. Енді ойынға физика кіріседі. Профессор Ньюмувакин жиі кетчуп бөтелкесін мысалға келтіретін. Тіпті кетчуп сұйық болғанның өзінде оны төкпейінше бөтелкеге сәл соққы бермей шығара алмайсыз. Өкпемен де дәл солай істеу керек. Таңертең оянғаннан кейін бірден вертикальды тұрмаңыз. Очықтау үшін ең тиімді уақыт ұйқыдан кейінгі алғашқы минуттар. Бізге қажет нәрсе. Осы уақыттағы жағдайды пайдаланып, пастуральды дренажды жасау. Бұл күрделі сөздің қарапайым мағынасы бар. Біз гравитацияны пайдаланып, шырышты өкпенің төменгі бөліктерінен жөтел арқылы кеудеге қарай ағызамыз. Алғашқы жаттығу су астында жүзу. Кереуетте жатып, дененің жоғарғы бөлігі мен басы төмен қарай салбырау керек. Идеалды жағдайда жамбас басынан жоғары болу керек. Егер бұл қиын болса, тек тізелеріңізге тұрып, кеудені және басымызды төменгі жағына салып, маңдайыңызды қолыңызға қойыңыз. Сол күйде 2-3 минут жатқанымыз жөн. Сіз бронхлардың ішіндегі заттардың қозғала бастағанын сезесіз. Осы уақытта өте маңызды дірілді қосу. Егер қасыңызда жақын адам болса, олардан перкуссиялық массаж жасауды сұраңыз. Бұл ұрып соғу емес, бұл қақпалау. Қолды қайық немесе кесе тәрізді етіп жинап, ішіне ауа қалдырғаныңыз жөн. Осы ауа жастықшасы мен спинаның төменгі бөлігінен жоғары қарай ырғақты түрде қақпаңыз. Дауысы қою және қақпаған болуы керек. Осылайша діріл терең кеудеге еніп, бронхлардың қабырғаларынан жабысып қалған шырышты шығаруға көмектеседі. Егер сіз жалғыз болсаңыз да, бұл проблема емес. Иван Павлович өзін соғу деген қарапайым жаттығуды қолдануды ұсынған. Тік тұрғанда немесе отырып, терең тыныс алып, бірнеше секунд ұстап тұрып, сосын көп емес, бірақ жиі қолыңызбен өз кеудеңізді ұрып соғуға болады. Тек жүрек аймағынан аулақ болыңыз. Простукали және қатты дем алумен ха дыбысын шығардыңыз. Сіз ауа шығаруды тек тамақтан емес, диафрагмадан жасайсыз. Яғни 3 метр қашықтықта тұрған шамды өшіруге тырысқандай. Профессордың тағы бір құпиясы аздаған оттегі жетіспеушілігін жасау. Бұл тамырларды кеңейтеді. Осы үшін ол қағаз пакетінен немесе жай ғана қолымыздан 2 минут бойы тыныс алуды ұсынған. Біз өзіміздің көмірқышқыл газымызды жұтамыз. Бұл парадокс, бірақ дәл көмірқышқыл деңгейінің артуы бронхлардың кеңеюіне, спазмды алып тастауға және шырыштың шығуын жеңілдетуге көмектеседі. Ал соңғысы ең қарапайым, бірақ ұмытылған жаттығу – шарларды үрлеу. Немесе, егер шар жоқ болса, стакандағы суға түтікпен үрлеу. Бұл өкпелерде дем шығарған кезде оң қысым жасайды. Бұл қысым тіпті ең кішкентай, жабысып қалған көпіршіктерді, альвеолаларды кеңейтеді. Оларда көбіне ескірген инфекция жасырылады. Таңертең 10-15 осындай дем шығаруды жасаңыз. Және сіз таңертеңгі алғашқы жарты сағатта жөтелу кезінде қаншама арпық зат шыққанын көресіз.